Сәлем, менің есімім Қарлығаш Еділқызы. Мен Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылы, Матай Байысов атындағы орта мектебінің шет тілі пәнінің мұғалімі боламын. Мемлекетіміздің саналы, сапалы және білімді ұрпақты қалыптастыруда өз үлесімді қосып жатқаныма мақтан етемін. Менің мамандығым, менің мақтаным. Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылы, Матай Байысов атындағы орта мектебінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мұғалімі Табыров Мейір Қайратович. Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Егер мұғалім өте беделді болса, онда бұл мұғалімнің әсерінің іздері кейбір адамдардың бойында бүкіл өмір бойы қалып қояды. Міне сондықтан мұғалімнің өзіне құнтты болуы, өзінің мінез құлқы мен іс-әрекеттері дүние жүзіндегі бірде-бір адамға болмайтындай ең күшті бақылаудың болатынын сезінуі өте маңызды. Hello, менің аты-жөнім Жанар Болатқызы. Мен Алматы облысы Ескелді ауданы, Нұрмолда Алдабергенов ауылындағы Матай Байысов мектебінде шет тілі маманымын. 19 социалистік еңбек ері, 2 мәрте социалистік еңбек ері Нұрмолда Алдабергенов пен Кеңес одағы батыры Матай Байысов секілді үлкен тұлғалары бар ауылымыздың жастарын жан-жақты және терең білімді етіп тәрбиелеуге өз үлесімді қосуға қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Әбділдаева Дариға Маратқызы. Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылы, Матай Байысов атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі боламын. Ұстаз деген жарық күнгі ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегіңмен еленген. Сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен өмірді жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғаның. Мақтау алсам ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жандығып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік, мәңгілік. Еліміздің ертеңгі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында. Мен Нұрылбаев Ермек, Алматы облысы Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылының Байысов атындағы орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Менің мақсатым мектебінің мақтанышына айналу, білімді мамандардың қатарына көріну. Менің міндетім біріншіден машықтандыру, екіншіден дене мәдениетін қалыптастыру, үшіншіден қимыл қозғалыс үйрету, төртіншіден денені шынықтыру. Алматы облысы Ескелді ауданы, Байысов атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Күрішбекова Әйгерім Дүйсенғалиқызы. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның алтындығы, ұстаз мектептің жүрегі бала.